Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен үгітілмелі, яғни песочный шишка деп аталатын жұп-жұмсақ, сондай керемет печеньенің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін жұмсақ 100 грамм сары майдың үстіне 90 грамм қант пудрасын алып, екеуін біріктіреміз. Міндетті түрде қант пудрасын пайдаланыңыздар. Қант оның орнына жүрмейді. Міне екеуін жақсылап араластырып болғаннан кейін осындай масса шығуы тиіс. Одан соң оның үстіне 50 мл күнбағыс майын құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болған соң, оның үстіне бір жұмыртқаны жарып, оны да барлығын жақсылап араластырамыз. Барлық сұйық массамызды қосып болғаннан соң, алдын ала 250 граммды електен өткізіп дайындап аламыз. Оның жартысын, оның үстіне қамыр қопсытқышты және какаоны міндетті түрде електен өткізіп дайындап аламыз. Осы оның жартысын ғана салып, осы қамырмен біріктіреміз. Және бірден ұнды салып қоймаңыздар, себебі әркімнің жұмыртқасы әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан да ұн немесе артық қосылуы мүмкін, немесе кем қосылуы мүмкін. Сондықтан да аз-аздан қосыла отырып, жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтындай, сондай жұмсақ қамыр иленіп шығуы тиіс. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің қамырымыз дайын болды, жұп-жұмсақ, қолға жабыспайды. Сондай пластилин сияқты болады консистенциясы. Сонымен біздің қамырымыз дайын. Енді осыны қолымызбен жақсылап біріктіргеннен кейін 50-60 граммнан осы таразыға өлшеп, осындай кішкене шариктерде бөліп, алдын ала дайындап аламыз. Одан соң енді шишканың формасын дайындаймыз. Ол үшін қолымызбен осылай домалатамыз. Одан кейін сопақша пішінге келтіреміз. Одан соң бетін сәл ғана басып, үстінен пышақтың көмегімен шишканың формасын келтіреміз. Яғни тіліп шығамыз, бірақ соңына дейін тілмейміз. Кішкене 30%-дай түбінде қалуы тиіс. Міне осылай түбіне дейін соған жеткізбей, барлығынан пышақтың тілімен осылай кесіп шығамыз. Сонымен біздің осы шишка печеньеміздің формасы келеді. Қолымызбен кішкене ғана дұрыстап жібереміз. Барлық қамырда осы шишка рецептін дайындаймыз. Дайын болған пергамент қағазының үстіне төсеп, осы дайын болған печеньелерді қойып, қызып тұрған 180 градус пеште 10-15 минут аралығында пісіреміз. Қатты қызартып, немесе қатты ұстаудың қажеті жоқ. Үгілмелі печенье осымен дайын болды, және үстінен қалауларыңыз бойынша қант пудрасын сепсеңіздер болады. Және осылай көлденеңнен қойып, үстінен сепсеңіздер, дәл бір қар себілген сияқты шишка сондай іспеттес біздің печеньеміз дайын бола келеді. Сонымен сіздер де дайындап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды.